Оқушылар, құлақтарыңызға алтын сырға, каникул қысқартылмақ. Қазір 1 минут ішінде барлығын айтып беремін, ал сен әзірге пікір қалдыра отыр. Оқу жылы 2 аптаға артады. Бірінші сыныптар үшін 35, ал екінші 11-ші 12-ші сыныптар үшін 36 оқу аптасына ұзарту ұсынылып отыр. Каникулдар былай болады. Күзгі демалыс 7 күн, 2022 жылғы 31 қазаннан бастап 6 қарашаға дейін. Қысқы демалыс 9 күн, 2022 жылғы 31 желтоқсаннан бастап 2023 жылғы 8 қаңтарға дейін. Көктемгі демалыс 9 күн, 2023 жылғы 18 наурыздан 26 наурызға дейін. Бірінші сынып оқушылары үшін қосымша 7 күн демалыс болады. Оның уақыты 2023 жылғы 6 ақпаннан бастап 12 ақпанға дейін. Не үшін бұлай жасалды деген сұрақ туады әрине. 1 жыл бойы жинаған білімді ұмытпауға, түрлі құқық бұзушылықтарды азайтуға,